Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін түрлі түсті пельмендер жасаймыз. Біз ол үшін бізге жасыл түсті пельменге укроп және петрушка алып жатырмын. Қызыл түске свекла және сары түске бізде сәбіз қолданып жатырмыз. Укропты ұсақ етіп турап аламын. Сонан соң блендерменен кішкене үстіне су қойып жасайтын боламын. Сәбіз бен қызылшаны күштен өткізіп, сонан соң блендерлаймын. Достар, мен жасыл сокты дайындап қойдым. Осылай сүзекменен сүзіп алатын боламыз. Пельменнің қамырын жасауға кірісеміз. Бізге ол үшін осы дайын соктарымыз қажет болады. Бұл бізде қызылшаның соғы, су мүлде қоспаймыз. Бір жұмыртқа қосамыз және тұз қосамыз. Барлығын құрамын мен описание бөліміне жазып қойдым. Аскөктен және сәбізден жасалған соктарымызды да осылай пайдалана отырып қамырды дайындайтын боламыз. Оларға да су қоспаймыз. Жұмыртқа және тұз қосып, ұн қосып қамырын дайындайтын боламыз. Бізге қамыр жұмсақ болмау қажет. Қаттырақ болу керек. Сол кезде пельмен өзінің формасын ұстап пісетін болады. Мықты үлкеймейді. Сол себептен біз қаттырақ қылып илеуіміз қажет қамырын. Дайын болған қамырды міндетті түрде мешок кигізіп демалдырып алатын боламыз. Әрбір 10 минут сайын басып отырамыз. Әбден иіғанғанша осылай дайындаймыз. Пельменнің начинкасына тартылған фарш жуа қосып жатырмын. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосасыздар. Фарштарыңыз майлы болмай жатырса, сұйық май құйып жіберуге болады. Жақсылап бірге кетіп араластырып алып пайдаланатын боламын. Енді пельменімізді жасауға кірісеміз. Мен 2 рет бастырып осы дайындап алдым осы қамырларды. Сіздерде уақыт тығыз болып жатырса, бір бастырып алыңыздар, кем дегенде 1 рет бастырып алу керек. Сол кезде нандарыңыз өте сондай эластичный болып шығады. Жақсы болып шығады. Мінеке жазып дайындап қойдым. Енді осындай кішкентай стаканменен дөңгелектер кесіп дайындайтын боламын. Сонан соң пельменді жасауға кірісеміз. Видеодағыдай пельменді түйеміз, ортасына салмасын салып, жан жақтарын біріктіріп, сонан соң 2 жақ шетін қосатын боламыз. Осылай барлығын жасап шықтым. Сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін басқаларын көрсеткен жоқпын, достар. Барлығын осылай әдемі етіп жасап шығамыз. Достар, пельмендеріміз дайын болды. Бұл менде қатып тұр қазір. Қазір бірге пісіріп көретін боламыз. Майға шамалы шатты бұрышты шұжғырып алып жатырмын. Сұрпасы сарғайып әдемі болып кетсін деп пісіріп жатырмын. Мен жуаны да шұжғырамын, бірақ бүгін жуа шұжғырмай тұрмын. Достар, шұжғарылып болды. Енді үстіне мен су құятын боламын және суды қайнатып аламын. Суымызды қайнатып аламыз, сонан соң пельменді салып пісіретін боламыз. Суымыз осылай тарсылдап қайнап жатқан кезде біз пельменді саламыз. Астын басып, жай өтті пісіреміз. Бір 10 минут, 15 минут. Дәміне қарай тұз саламыз. Лавровый лист, қалауыңызша приправа қосуларыңызға да болады. Мінекей пельменіміз дайын болды. Бар жоғы 15 минуттың ішінде дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Әсіресе балаларға осындай әртүрлі түстегі пельмендер өте ұнайды деп ойлаймын.
Достар, арнамнан алыстамаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қоңыраушаны басып мені қолдап қойыңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Алда әлі де жақсы рецепттер, күшті рецепттер болады. Міндетті түрде жазылып арнамнан алыстамаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.